Армысыздар, құрметті оқырмандар. Үздік кітап көрмесі 2020 видеошоу облыстық байқауы аясында Іле ауданы әкімінің аудандық кітапханасы ұйымдастырған мерейтой иелері атты кітап көрмесіне библиографиялық шолуды ұсынамыз. Кітап көрмесі 2 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім ұлы ойшыл ғұлама деп аталады. Шығыстың ғұлама ойшылы, математик, астролог, музыка теоретигі Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған Абу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналады. Бұл бөлімде Абу Насыр әл-Фарабидің орыс тілінде 1985 жылы және 2019 жылғы жарық көрген трактаттары қойылды. Әл-Фараби 150-ге жуық философиялық және ғылыми трактаттар жазып қалдырды. Ғылым, философия мен логика, саясат пен этика, музыка мен астрономияны зерттеді. Бұл көрмеде Абу Насыр әл-Фарабидің нақыл сөздері дәйек сөз ретінде алынды. Әл-Фарабидің еңбектері күні бүгінге дейін өз мән мағынасын жоғалтқан жоқ. Көрмеде сонымен қатар белгілі әл-Фараби танушы Ақжан әл-Машанидің, Немат Келімбетовтің кітаптары оқырмандарға ұсынылды. Әл-Фарабидің ең әйгілі еңбектерінің бірі Қайырымды қала еңбегі. Осы еңбегіде және Әл-Фарабидің туған қаласы Отырар туралы да кітаптар осы көрмеден орын алды. Екінші бөлім қазақ халқының ұлы ақыны, қара сөздің хас шебері, философ, қазақ әдебиетінің іргесін қалаған алғашқы классик Абай Құнанбаевтың туғанына 175 жыл толуына арналады. Бұл бөлім Абай сөзі қазақтың бойтұмары деп аталады. Абайдың әдеби эстетикалық мұрасы қазақ халқының ұлттық мақтанышы. Кітап көрмесінің құнды жәдігері ол Абай Құнанбайұлының 1939-1940 жылдары латын графикасымен жарық көрген толық жинақ атты кітаптары. Абай Құнанбаевтың алғашқы өмірбаянын кім жазды? Оның алғашқы кітабын қай жылы және кім шығарды? Абай әдеби мектебін кім құрды? Абай тұрмыста жақындары, шәкірттері, серіктестер арасында қандай болды? Оларды неге үйретті? Даулы мәселелерді қалай шешті? Осы және басқа да сұрақтарға жауапты көрмеде ұсынылған Абай энциклопедиясы мен Мекемтас Мырзахметұлының Абай тану 2 томдық еңбегінен және Абай туралы естеліктер кітабынан білуге болады. Көрменің дәйек сөзі әрине Абайдың нақыл сөздері және қара сөздерінен алынған үзінділер. Көрнекті ақын және ағартушы Абайдың бейнесі әдебиет, музыка және бейнелеу өнерінде де сақталған. Еңбектері әлем халықтарының көптеген тілдеріне аударылған. Ұлы Абай шығармашылығына жазушылар, әдебиеттанушылар, лингвистер, философтар, психологтар жүгінеді. Оның еңбектері жас ұрпақты өз халқына қызмет етуге, білімге деген ұмтылыстарын шабыттандырады.